18 қаңтарға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, жылдамдықты арттырып, ойлағанын жүзеге асыру тоқтылар үшін қиынға түспек. Таңғы уақыттан бастап күтпеген қиындықтар орын алуы мүмкін. Күннің екінші жартысында бар күшіңізді салғаныңызбен, бұл уақыт түсініксіздік пен бос әурешіліктің уақыты болып қалуы ықтимал. Сізге өзгелерді немесе бір нәрселерді күтуге тура келіп, өзгелермен ортақ мәмілеге келудің амалын ұзақ қарастыруыңыз мүмкін. Сондықтан да бұл уақытқа аса белсенді емес, жеке қалып ойланатын, шаршатпайтын шаруаларды жоспарлағаныңыз жөн. Торпақ. Жағдайлар торпақтардан жылдам шешімге келуді талап етеді. Бұл орайда бір-біріне сәйкес келмейтін дүниелерді сәйкестендіріп, қолдан келгенше барлық амалды жасап көруіңізге тура келеді. Кез келген жерде балансты таба біліңіз. Кейбір торпақтар кәсіби мәселелерін шешуге әрекет жасайды. Көп жағдайларда аталған тәсілдерге жүгінбеске амал жоқ. Жұлдыздар алдын ала шешім қабылдамай, жағдайлардың ауанына қарай сол мезетте шешім қабылдауға кеңес береді. Егіздер. Егіздерге таңғы уақыттан кейінгі уақытта әрекет етуге көшуге кеңес береміз. Бұл уақытта сіздің бойыңызда тәжірибелер жасауға күш жеткілікті. Жоспарланбаған әрекеттерді жасау мүмкін болмайды. Демек, еркін әрекет етуге мүмкіндік жоқ. Бұның да жақсы тұстары бар. Мысалы, сізді бақылап тұрған адамдардың қолдауына, қорған болуына ие боласыз. Кез келген жағдайда барлығын бақылауда ұстап, өз біліміңіз бен тәжірибеңізді толықтай іске жаратуға талпыныңыз. Сонымен қатар, барлық әрекеттеріңізді алдын ала жоспарлап, уақытпен жүргеніңіз дұрыс. Шаян. Жұлдыздар шаяндарға таңдау жасауға мүмкіндік береді. Бірі, екі есе күшті мақсатқа жету үшін таңдау жасау, немесе ортақ шешімге келу. Бұл күні сіз өзгеше тапсырмалар алып, бұрындары байқамаған қиындықтармен бетпе-бет келесіз. Қиындықтар жеке өміріңізде де байқалады. Бұл орайда ескі қалыптасқан ережелерге емес, жаңа ережелерге мән беріңіз. Тек өзгелер келіп көмектеседі немесе барлығы өзігінен шешіледі деп ойласаңыз, қатты қателесесіз. Өз өміріңіздің кілті тек өзіңізде. Осыны ұмытпаңыз. Арыстан. Бүгінгі күні арыстандар мұңаю мен жабырқаудан арылып, күш-жігер арта түседі. Бұл орайда олардың әзілқойлығы, табанды еңбекқорлығы, жігерлігі, серіктестік қабілеттері, бәсекеге деген сақадай сай дайындығы қайта оралады. Жаңа белестерді бағындыру үшін жаңа топ қалыптастырып, күш біріктіргеніңіз жөн. Кез келген жағдайда екі бағытта да қатар ұстауға кеңес береміз. Бір бағытта сәтсіздік байқалса, дереу екінші бағыт қалмаса қоясыз. Бикеш. Бүгінгі күні бикештер төзімсіздік танытып, өзгеше шешімдер қабылдап қоюы ықтимал. Кей жағдайларда соқыр әрекеттерге барып жатқандарда байқалады. Десе де, бикештер тәуекел етулерін тоқтатпайды. Ал кейбір бикештер дегеніне жеткізетін төте жолға түсіп, жеке өміріндегі мәселелерді, қаржылық қиындықтарды шешуге талпынып көреді. Тәуекелдерді азайту үшін жаңа ережелермен танысып шығыңыз. Жұлдыздар өз тарапынан сізге тым үлкен тәуекелдерге бармауға кеңес береді. Таразы. Барлығымен жақсы қарым-қатынасты сақтауға тырысыңыз. Бұл жұмысыңызға да, жеке өміріңізге де қатысты. Жұлдыздар бірнеше күн бойы барлық жерде ішкі балансыңызды сақтап, ашуланбауға, қызбалық пен қате әрекеттерге бой алдырмауға кеңес береді. Бірінші қадамды өзіңіз жасамаңыз. Оның себебі жасаған қадамыңыз өзіңізге қарсы келуі ғажап емес. Сондықтан да өзгелердің бастамасын күтіңіз. Жеке өміріңізде ешқандай өзгеріс жасамағаныңыз жөн. Кез келген өзгеріс жағымсыздыққа келіп соғатынын ұмытпаңыз. Саршаян. Саршаяндарға да өзгеше тапсырмаларды шешіп, таныс мәселелерді өзгеше жағдайда шешуге тура келеді. Тек көп шаруаны артығымен мойныңызға жүктеп алмаңыз. Кез келген нәрсе өз жөнімен, мөлшермен болуы керек. Бүгінгі күні тұрмыстық шаруаларға қатысты үлкен жобаларды бастауға мүмкіндік бар. Мысалы, үй ішіндегі жөндеу жұмыстары немесе өзгерістер жасау. Қазіргі таңда мұндай өзгерістерге барлық мүмкіндігіңіз бар. Ақшаға келер болсақ, жоспарланбаған шығындардан аулақ болған жөн. Себебі ақша су секілді, қазір бар, ертең жоқ. Мерген.
Мергендер жылдамдықты үдетіп, жұмысында да, серіктестермен ортақ шаруаны атқару барысында да өзгелерден оқ бойы озып бірінші тұрады. Дегенмен де сақ болғанымыз жөн. Күтпеген жерден жағымсыз тосын сыйлардың шығуы да ғажап емес. Жеңіл-желпі көрінген нәрселер шын мәнінде қауіпті немесе өте қиын шаруа болып шығуы мүмкін. Жаңа серіктестер мен жаңа таныс адамдарға 100% сенім артуға болмайды. Жауапты әрі маңызды шаруаларыңызды тек қана жақсы білетін адамдарыңызға ғана сеніп тапсырған жөн. Тауешкі. Тауешкілерге қоғамдық жерлерде сақ болып, тәртіп бұзушылықтардан, үйдегі мүліктерді бұзып алудан, тіпті жеке өмірдегі жағдайларды шиеленістіріп алудан сақ болуға кеңес береміз. Бүгінгі күннің басты ұраны бұл сақтық. Ең қызығы, ескі шаруалардан гөрі жаңа шаруаларды жеңіл атқарып шығасыз. Ең бастысы, ережелерді естен шығарып алмауыңыз керек. Жеке өміріңізде бас қатыратындай қиындықтар жоқ. Тек жағымсыз ойлар мен өзіңіз жасап алған пессимистік болжамдардан арылыңыз. Су құйғыш. Шаруаларыңызда кешігулер мен қиындықтар байқалуы мүмкін. Тіпті барлығы тез шешіледі деп ойлаған жерлердің өзінде күтпеген жерден форс-мажорлық жағдайдың орын алуы ғажап емес. Алайда нақты жоспар мен дұрыс қалыптасқан принциптерге сүйене отырып әрекет етсеңіз, жағдайлар өзгеше күйде өрбиді. Су құйғыштардың тәжірибесі мен білімі мол болса, аталған қиындықтар дер кезінде шешім табады. Ал егер тәжірибелеріңіздің аз екенін байқасаңыз, көмек сұрағаныңыз жөн. Кешкі уақытқа қарай сізге моральдық те, физикалық тұрғыдан да тынығу қажет. Балықтар. Балықтарға тәуелсіздерден алшақ болуға кеңес береміз. Сауда-саттық, келісімдерге отыру, тәуекелді әрекеттер мұның барлығы сізге қарсы ойнайды. Заңға қатысты қиындықтар орын алуы мүмкін. Жұлдыздар кеңесшілердің немесе достарыңыздың ақыл кеңестерін тыңдауға кеңес бермейді. Кездесулер үшін де сәтті күн емес. Ең бастысы, қандай да бір қиындыққа тап болған кезде беріле салмаңыз. Жақсылап ойлана білсеңіз, кез келген жағдайдан шығатын жолды табасыз. Сол жолды тек өзіңіз ғана таба аласыз. Осыны естен шығармаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.